Сәлем достар, біз сіздермен жазықтықтар арасындағы бұрышты табуды қарастырудамыз. Бізге берілген альфа бір жазықтығының жалпы теңдеуі берілген. Оның теңдеуі x минус 2y плюс 2z минус 5 тең 0-ге тең. Және альфа бір жазықтығына параллель болатын альфа 2 жазықтығы осы жазықтықтан 2 қашықтыққа тең болатындай ара қашықтықта орналасқан. Олай болса, екінші жазықтықтың теңдеуі қандай болуы мүмкін? Олай болса, бізде екі жазықтықтың арасында ара қашықтықтың мәні бар. Ал екі жазықтық берілген ізделінде екі жазықтық берілген жазықтықпен параллель болғандықтан олардың нормаль векторлары бірдей. Олай болса, нормаль векторның координатасын жазатын болсақ, абсцисасы 1-ге, ординатасы минус 2-ге, аппликатасы 2-ге тең. Ал кез келген жазықтықтың теңдеуін формуласын еске түсірсек, ax плюс by плюс cz плюс d тең болатын 0-ге. Бізге осы жерде d-ның мәні белгісіз. Олай болса, альфа 2-ның екінші жазықтықтың теңдеуі бірінші жазықтыққа параллель болғандықтан, оның алғашқысы x минус 2y плюс 2z плюс d тең болады 0-ге. Сонда бұл жердегі d-ның мәнін табуымыз керек. Олай болса, ара қашықтығы бар. Олай болса, ара қашықтықтың формуласын еске түсірсек, d тең алымында модулясында ax плюс by плюс cz плюс d бөлімінде нормаль векторның ұзындығы болады. a квадрат плюс b квадрат плюс c-ның квадраты. Олай болса, бізде d-ның мәні 2-ге тең екені бар. Нормаль векторның ұзындығын таба аламыз. Ал ізделінді біздегі d-ның мәні белгісіз, яғни x минус 2y плюс 2z-дің орнына d-мен алмастыратын болсақ, бұл бізде d бұл жерде минус 5, яғни плюс 5-ге өзгереді. Олай болса, мәнін орнына қоятын болсақ, d-ның орнына 2-ні қоямыз. 2 тең модулясында бұл жерде d-ның мәнін табатын болсақ, бұл бізде бұл жазықтықтың теңдеуіндегі d мен мұна ара қашықтығын d-ны салыстырмауымыз қажет. Яғни, мұна мәннің барлығы минус d-ға тең. Ал минусты мұна жерге орнына апарып қоятын болсақ, сонда модулясында d қосылған 5-ге тең болады. Ал бөлімінде нормаль векторының ұзындығы 1-дің квадраты 1-ге, минус 2-ның квадраты 4-ге, 2-ның квадраты 4-ге тең. Сонда нормаль векторның ұзындығы ол бізде 3-ге тең екенін көруге болады. 3-ті 2-ге көбейтсек, модулясындағы d қосылған 5 тең болады 6-ға. Модульдің анықтамасы бойынша жасатын болсақ, d қосылған 5 тең 6-ға және d қосылған 5 тең минус 6-ға. Олай болса, d бірінші мәні 6-тан 5-ті азайтсақ 1-ге тең, ал екінші мәні минус 6-тан 5-ті азайтсақ минус 11-ге тең. Олай болса, екінші жазықтықтың теңдеуі екі жағдайда болуы мүмкін. Бірінші жағдайы x минус 2y плюс 2z қосылған 1 тең 0, ал екінші теңдеуі x минус 2y плюс 2z минус 11 тең болады 0. Яғни, ізделінді екінші жазықтықтың екі теңдеуі бар екен. Балалар, біз сіздермен қарастырдық жазықтықтар арасындағы бұрыш табу тақырыбына арналған есептердің шығару жолдарын. Келесі кездескенше сау болыңдар.